Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ханым тамағын жасайтын боламыз. Кей жерлерде бұл тамақты орама деп атайды, ал біздің оңтүстік жақта ханым деп атайды. Егер де рецепт қызық болса, қажет болса, каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар, жоғалтылмас үшін. Алдымен мұздай суымызға тұзымызды салып, жақсылап ерітіп дайындап алатын боламыз. Електен өткізген ұнымыздың үстінен суымызды аз-аздан құя отырып, қолдың көмегімен қаттырақ етіп қамыр елейтін боламыз. Міндетті түрде қамырымызды қаттырақ етіп елеуіміз керек, себебі жайылған кезде өте жақсы жайылатын болады. Енді дайын болған қамырымызды алып, 3 бөлікке бөліп, зубала жасап, тұндыруға қойып қоятын боламыз. Достар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Каналымда 260-тан астам рецептер өте көп, үй жағдайында жасалатын қарапайым тамақтардың жасалу жолы, дәмді етіп жасалу жолы барлық рецептер бар. Қарап жасап көрсеңіздер болады. Енді қамырымыз тұндыруға қойған екен, арасына осындай салмасына осындай тартылған етті, туралған пиязымызды, картопымызды және капустамызды салып, барлығын жақсылап, тұз, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Капустаны мен арасынан сулы болып, сочный болып шығу үшін қосамын. Өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, салмасын дайындап алғаннан кейін, тыңған қамырларымызды ала отырып, ұнның көмегімен жақсылап, қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Жоққа етіп жаятын боламыз, достар. Міне дәл видеодағыдай етіп, жоққа етіп жайып аласыздар, сосын арасына осылай сұйық майымызды құйып, қамырымызды жақсылап барлық жерін бірдей етіп майлап алатын боламыз. Барлық жерін бірдей етіп майлап алғаннан кейін үстіне начинкамызды 3 бөлікке бөліп, бір бөлігін дәл осылай начинкамызды, яғни салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп орап шығатын боламыз. Бұл тамақты дәл осылай оралған үшінде кей жерлерде орама деп атайтын шығар, ал бізде ханым деп атайды. Дәл осылай ортасынан бөліп, екі жағынан бірдей етіп ортасына дейін орап алып, осылай майланған мантываркаларымызға қойып дайындап алатын боламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін алдын ала қайнап тұрған суымызда 45 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені қамырларыңыз қаншалықты жұқа етіп жайсаңыздар, соншалықты әдемі көрінеді. Рецепті жоғалтпамас үшін каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.